Дария Жүсіп, актриса, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Жастар одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның тұңғыш президенті қорының лауреаты. 2008 жылдан бастап Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясында актерлік шеберліктен сабақ береді. Ағылшын тілінде еркін сөйлейтін Дария сан қырлы талант иесі, дауысы әсем кәсіби әнші, мың бұралған биші. Сәлеметсіз бе, Дария апай? Сәлеметсің. Қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы, шақырғандарыңа рахмет. Өте ризамын. Ал енді Дария ханым, әңгімемізді дәстүрлі сұрақтан бастасақ, жалпы театр актрисасы таңды қалай қарсы алады? Әр таңды қалай қарсы аласыз? Жалпы әлем халқы қалай қарсы алады таңды, мен де солай қарсы аламын. Барлығымен бірге дейсіз ғой? Иә, азанда тұрамын, балалар мектепке шығарып саламын. Өзім киінемін, дайындаламын. Ерте тұрамыз, себебі балалар 8-ден оқиды. Жалпы халқы қалай өмір сүреді, мен де солай өмір сүремін. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Ерекшелігі жоқ, артықшылығы жоқ. Біздің білуімізше, сіз бала кезіңізде кәсіби балет бишісі болғыңыз келген екен. Бірақ та актриса атандыңыз. Енді осы арманыңыздың орындалуына не кедергі болды? Бұл сұрақ әрқашан менің жүрегіме қатты бір әсер қалдырады, себебі мен балет өнеріне өте ғашық болдым. Осы Совет одағының атақты бишілері Лепешинская, Нижинский, Лепешинская, Уланова кете береді ғой, солардың бәрін жатқа білетін, суреттерін жинайтынмын. Содан кейін жалпы мені осы балетке қатты ғашық еткен менің мұғалімім, қазір ол кісі о дүниеде, Сулеева Бахит Касымовна, сол кісіге ұзақ жылы қатысты, бір сабақты жібермей. Бірақ 4-ші класста енді мен кәсіби жоғары деңгейде оқу үшін Алматыға келу керек болдым. Москваға да жолдауым бар еді, бірақ біз енді Кентауда өстік, менің әкем рұқсат бермеді. Қорыққан шығар енді алысқа. Иә, біраз жылға дейін өкпелі болдым, бірақ балет менің жүрегімде ең таза бір жылы сезім қалдырды. Әрқашан мен біздің опера, Абай атындағы опера және балет театры, болмаса Метса канал, бізде культура канал, болмаса мәдениет каналы, әрқашан қараймын. Әлі күнге дейін билердің ырғағын, әрекеттерін, жаңағы сахнадан кейін қай сахна болады, соның бәрін жатқа біліп отырамын. Осы күнге дейін аңсаймын десеңізші. Аңсауға енді кеш. Қалай жағдайда болса. Кеш емес, Дария ханым, сіздің сымбатыңызбен, түр-тұлғаңызбен әлі де балетке баруға болатын сияқты деп ойлаймын. Енді Джульеттаның мамасын ойнауға жарайтын шығармын. Енді өнер саласын алып қарайтын болсақ, соның ішіндегі ең бір қиыны бұл театр өнері. Иә. Айтыңызшы, мынау әкем театрына, Қара шаңыраққа қалай келдіңіз? Жалпы ең алғашқы рөліңіз есіңізде ме? Бәрі есімде. Енді 4-ші курста бізді театрға толығымен алды. Заңды түрде жұмыс қалды. Иә. Алғашқы қойылым Несібелді рөлі режиссер Болат Атабаев, бірінші қойылым сол болды. Кейін үлкен дебют болды, Турандот Ханшайым. Дария ханым, біз сізді театрдың барлық қойылымдарынан көреміз. Енді жанрдың қай жанрда да өте жоғары дәрежеде алып шығып жатсыз. Дегенмен өзіңіздің жаныңызға қай рөліңіз жақын? Қандай жанр жақын сізге? Қандай жанр жақын, е? Енді бізде таңдау жоқ. Жалпы бізде жылдың басында осындай қойылымдар қойылады дейді. Оны бізге режиссерлар рөлді береді. Сондықтан біз міндеттіміз. Қандай рөл болса да атқаруға. Ол менің жұмысым. Ол жағынан мен ешқандай қарсылық білдірмеуім қажет деп ойлаймын. Ол менің жұмысым. Мен міндет жасамауға тиістімін. Ал енді жақын болғанда мен тағы да қайталаймын, талай айтқан, маған әрине Томирис. Осы кейіпкермен мен осы театрда талай жетістіктерге жетіп жатырмын. Осы кейіпкермен өсіп жатырмын. Осы кейіпкермен мен біраз сахнаның сиқырын осы кейіпкермен ашып жатқан сияқтымын. Жаныңызға жақын ең керемет рөлдеріңіздің бірі сол. Томиристің рөлі дейсіз ғой. Әрине, меніңше бұл өте ауыр рөл сияқты. Өйткені тарихи тұлға,
оны орындау, оны сахнаға шығару өте қиын деп ойлаймын. Ал 2005 жылы режиссер Болат Атабаевтың Ақсарай театрында қойылған Қыз жібек заманауи операсында басты рөлді сомдадыңыз. Қалай болды жалпы? Әншілік ең әлсіз тұсым деп кейбір сұхбатыңызда айтып кеткен екенсіз. Осы орайда операда рөл сомдау қиын болды ма? Мен шынымды айтқанда ол кезде әлі дайын болған жоқпын. Екінші курста жаңадан оқып жатқанмын. Сол үлкен сахнада Қыз жібек операсында шықтым. Ол кезде солай айттым. Жоғары дәреже деп айта алмаймын. Қазір енді есейдім. Үлкен мектептен өттім. Қазір бір үлкен операға дайындалып жатырмын. Құда қаласа көрермен біраз уақыттан кейін мені сондай бір үлкен қойылымда көреді деп ойлаймын. Демек болашақта бір қуантар жаңалық күтеміз ғой сізден. Солай ғой? Дария ханым, ал одан басқа қазір театрда қандай жаңа қойылымдар бар? Осы туралы айтып берсеңіз. Енді қазір бізде қатар екі жаңа қойылым алдық. Біріншісі Алма Какишева, режиссер, үлкен бір тарихи шығарма алды. Содан кейін екінші шығарма Қоштасқымыз келмейді. Кездесумен қоштасу. Кездесумен қоштасу. Асхат Маемиров деген режиссер бізбен қазір жұмыс істеп жатыр. Қазір күрделі жұмыс үстіндеміз. Сіз қандай рөл сомдайсыз бұл қойылымдарда? Құпия болмаса, әрине. Жоқ, құпия емес. Сондай фамилияға кез болдым. Козлова деген ханымды ойнаймын. Бәрекелді. Мен білуімше бұл Александр Володиннің шығармасы ғой. Иә. Енді қазіргі таңда бірқатар фильмдерге де түстіңіз. Алайда бүгінгі отандық фильмдерден сізді аздап көрмейтін болдық. Өзіңізге қалай рөлдерге жалпы ұсыныстар түсе ме фильмге? Мен енді бір керемет түстім деп айта алмаймын. Ұсынады. Біраз ұсыныстар келеді, бірақ енді шақырғанға бара бермеймін. Кішкене таңдаймын, содан кейін жақсы киноларда маған келмейді шығар, біраз ондай бір қазір түсірді ғой, біраз киноларды біраз байқасам, маған келетін бір рөлді жоқ сияқты да. Содан кейін мен енді көбінесе театрға жақынмын. Жалпы киноға кішкене салқын қарайтын сияқтымын. Шақырса көре жаттарымыз, шақырмаса өкпем жоқ. Түсінікті. Демек кинодан гөрі театрға жаным жақын, театрды сүйем дейсіз ғой? Енді сүйем, күйем деп айта алмаймын, ол менің жұмысым, мен жұмыс ретінде қабылдаймын. Дария ханым, сіздің осы актерлік қырыңыздан басқа ұстаздық қырыңыз бар екен білеміз. Мектепте кезінде сабақ берген екенсіз, ағылшын тілінен? Қателеспесем, осы туралы айтсаңыз. Шет тіл университетін бітіргеннен кейін мен Демирель атындағы университетте жұмыс істедім. Ол жерде актерлік шеберлікті біз ағылшын тілде ойнадық. Біраз дәрежеге жеттік. Арнайы шақырылдым. Кейін мектепке бардым, мұғалімдікке кірдім. 3 жыл жұмыс істедім. Содан кейін жанұялық себептермен шығуға керек болды. Бір шыққаннан кейін мектепке кіру қиын. Себебі балалармен жұмыс істеу, ол өте көп уақыт алады. Содан кейін маған ұнады. Бірақ қазір театрда менде бос уақыт жоқ. Алайда біздің академияда былтыр біз полиязычный курс бітірдік. Сол жерде Шекспирдің Асауға тұсау шығармасын ағылшын тілде өте сәтті ойнап шықтық. Бұл бір жаңалық деп ойлаймын. Енді жаңа мектептен бөлек өнер академиясында сабақ бересіз, студент тәрбиелеп жатсыз, болашақ актриса, актерларды дайындап жатсыз, солай ғой? Иә. Білетін болсам. Қалай, жалпы балалардың аяқ алысы қалай? Артыңыздан ертең ізбасарларыңыз еретіндей, көзге шоқтай болып түсетіндей балалар, қыздар бар ма? Әрине бар. Енді курста жалпы бізде біраз бала аламыз, бірақ баға ашылып, талай дәрежеге жететіндер көп емес. Ол заң, ол заңдылық. Сол себептен қазір енді балалар өте оқымысты, сондықтан сен ол балалардан біраз жоғары болмасаң, балалар қазір қиын. Сен балаларға дәріс бергенде сен өзіңе де сенімді болу керексің, өзінің білімдігіңе сенімді болу керексің, өзіңнің мамандығыңа сенімді болу керексің. Сол. Бәрекелді, Дария ханым, әсерлі әңгімеңізге көп рахмет. Ал енді көрермендерге таңғы тілегіңіз, жылы лебізіңіз болса, мархабат. Әрқашан
қасыңдағы адамдарыңызға жылы сөзден аямаңыздар. Биылғы жыл бізде үлкен мерекелік той жылы, біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Соны үлкен қуанышпен тойлайық. Біздің елдің тыныштығы осылай ары қарай жалғаса берсін. Сіздерге жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызға татулық тілеймін. Сау болыңыздар. Дария ханым, біз сізге тек қана сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамызды өте қызықты бейнематериал жалғастырады.